Бізге қай мемлекеттің тәжірибесі жақсы қазір? Оңтайлы болып тұр. Әр мемлекеттен жақсы жерін алуға болады. Мен енді мысал келтірейін. Мысалы, мына оңтүстік па, Южная Кореяны алсақ, ол жерде бір пример, мысалы, екі пример көрсетейін. Ол жерде мысалы бізде біз кесте деген нәрсе өліп қалған. Оны Монғолиядан келген қазағымыз Зейнелхан Мұхамеджан деген кісі бастап жаңғыртты. Осындай адамдарды ол жерде кәдімгідей мемлекеттік стипендия ма, сақтаушы ретінде қазақтың дәстүрі. Өйткені біз қазақ этносы болып қашан қаламыз? Біз өзіміздің өнерімізді сақтап қалған кезде ғана. Өзіміздің тілімізді білесіздер, жаңағы тамағымызды, тағамдарымызды, сол бір 4-5 нәрсе бар, бізде қазақ ретінде сипаттай алатын. Қандай біз дамып кетсек те, IT саласында да дамып кетсек те, жаңағы 5 жұлдызды қонақ үйлер жасап кетсек те, сондықтан олар осындай адамдарын сақтандырушылар деп мемлекет деңгейінде қорғайды. Оларға жағдай жасайды, ол деген оқушыларын тәрбиелейді, сөйтіп. Екінші мысалыңыз қандай? Бізде сәл ғана уақыт қалған екен. Екі мысалымыз Өзбекстанды алсақ, бізге қарағанда экономикалық жағынан сонша дамып кеткен мемлекет енді қазір жақсы дамып жатыр, бірақ 25 жыл бұрыннан бері олар жаңағындай шеберлерге заң қабылдаған, Каримов кезінде шеберлерді жаңағындай налогтан босатқан. Сондықтан шеберлер ИП, ТО біздегі сияқты ашудан қорықпайды. Оларда бізде егер 100 нақты дәстүрлі шеберлерден 100-ді зорға тауып алсақ, ол жерде 27.500-ден астам шебер бар. Бәрі де мемлекетке ақша кеп жатыр. Бәрі де экспорт жасап жатыр. Жаңағы налогын алмағаннан кейін бәрі открыто, официально жұмыс жасайды.